27 қаңтарға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта маңызды істерді кейінге қалдырмаңыз. Күннің басы ерекше сәтті және жемісті болады. Көптеген тоқтыларда шығармашылық қабілеттер оянады. Бұл мәселелерді шешудің ерекше жолдарын көруге мүмкіндік береді. Қиын тапсырмаларды орындап, өзіңізді ең жақсы жағынан көрсетуге болады. Өз түйсігіңізге құлақ асыңыз, ол екі-үшті жағдайларда дұрыс жолды көрсетеді. Үй шаруасындағы міндеттер жоспарланған істерден алаңдатуы мүмкін, бұл ашулануға әкелуі мүмкін. Бірақ ниет болса, сіз бәрін жеңіп, сабыр сақтай аласыз. Торпақ күн қарым-қатынас үшін өте қолайлы. Келіссөздер, іскерлік мәселелерді, немесе отбасылық істерді талқылау бірдей сәтті болады. Сіз сұхбаттасушыны түсініп, оның мүдделерін ескеріп, барлығын қанағаттандыратын шешім ұсына аласыз. Алайда бос әңгімелерге алаңдамау керек, әйтпесе уақытты босқа өткізгеніңізге өкінесіз. Кейбір торпақтар көптен күткен хабарды алады. Күннің екінші жартысына ештеңе маңызды жоспарламаңыз. Назар аудару қиын болады, ал ұсақ қателіктер маңызды проблемаларға әкелуі мүмкін. Егіздер қарама-қайшылыққа толы күн. Бір жағынан, сіз жаңа байланыстар орнатып, айналаңыздағыларды өзіңізге тартып, алға қойған мақсаттарға жетуде табысты боласыз. Бірлескен жұмыс сіз ойлағаннан да тиімді болады. Бірақ көптеген егіздер ашуланшақ және асығыс болады. Бұл әріптестермен және жақындармен өзара түсіністікті қиындатады. Асықпаңыз және мұқият болыңыз. Құралдармен және механизмдермен жұмыс істегенде абай болыңыз, кездейсоқ жарақат алмас үшін. Шаян. Күн сәтті өтеді, бірақ басында олай көрінбеуі мүмкін. Қоршағандармен келісу қиын болады. Әсіресе басшылықпен немесе ықпалды адамдармен түсіністікке жету қиынға соғады. Көптеген шаяндарға өз амбицияларын тежеуге және оларды орынды жерде көрсетуге тура келеді. Біртіндеп жағдай сіздің пайдаңызға қарай өзгере бастайды. Әріптестердің алдында өз беделіңізді нығайтуға мүмкіндік туады. Білім алу, кәсіби даму және мансаптық өсу үшін қолайлы сәт. Арыстан қиындықтарға тап боласыз, бірақ қолды бір сілтемеу керек. Күннің бірінші жартысында маңызды істерді бастамаған жөн. Қоршағандармен қарым-қатынаста түсінісу қиын болуы мүмкін. Ұсақ-түйек түсінбеушіліктер мен қиындықтар орын алады. Дегенмен күні бойы жағдай жақсара бастайды. Көптеген арыстандар өз күш-қуатын сезінеді, бұл өздеріне сенімділік береді. Қазіргі қиындықтарды жеңіп, позитивті көңіл-күйге келесіз. Келіспеушіліктерді шешуге және қарым-қатынасты жақсартуға мүмкіндік пайда болады. Бикеш таңертең қиындықтардан аулақ болу екіталай. Көптеген бикештерге жоспарларын шұғыл өзгертуге тура келеді. Үй шаруасындағы міндеттер мен жұмыс мәселелерін бір уақытта шешуге тура келеді. Қоршағандармен түсінісу қиын болады, сондықтан олардың көмегіне сенудің қажеті жоқ. Өзіңіз шеше алатын тапсырмаларға назар аударыңыз. Күннің екінші жартысында қиял мен шығармашылық қабілеттер жарқырап, күрделі жағдайларда ерекше шешімдер табуға көмектеседі. Бірақ иллюзияларға берілмеңіз, бұл қателіктерге әкелуі мүмкін. Таразы күннің басы қиын болады. Қоршаған ортада күйзеліс байқалады. Бұл сіздің де сабыр сақтауыңызды қиындатады. Кейбір таразылардың істеріне отбасы мүшелері араласып, бұл әрдайым пайдалы болмайды. Дегенмен күтпеген жағдайлармен сәтті күресіп, күннің қалған бөлігі қолайлы өтеді. Тіпті үмітсіз көрінген мәселелерде жолыңыз болады. Сіздің алдыңызда керемет мүмкіндіктер ашылады. Оларды байқап жіберіп алмау маңызды. Жаңа батыл жобаларды бастау үшін тамаша уақыт. Саршаян күн сәтті өтеді, егер сіз ұсақ түйектерге алаңдамасаңыз. Таңертең айналаңыздағылармен келісу қиын болуы мүмкін. Кейбір саршаяндар аса қырсық болып, өз пікірлерін қорғауға бейім болады. Бірақ өз амбицияларыңызды емес, істің мүддесін ойласаңыз, жанжалдардан аулақ боласыз. Сенімді серіктердің кеңестерін елемеңіз, олар сізге дұрыс бағыт көрсетіп, эмоцияларды басқаруға көмектеседі. Мерген маңызды мәселелерді шешуге қолайлы күн. Алайда таңертең көптеген мергендер кейбір қиындықтарға тап болады.
Артық импульсивтілік проблемаларға әкелуі мүмкін, сондықтан өзіңізді қолға алып, асығыс шешім қабылдамау және кейін өкінетін сөздер айтпау өте маңызды. Күш-қуаттың артуы сізге басқаларға қиын болып көрінетін тапсырмалардың көпшілігін орындауға мүмкіндік береді. Жаңа идеялар пайда болады, оларды басшылық жоғары бағалайды және қолдайды. Тәуешкі күн сәтті өтеді, бірақ ұсақ-түйек қиындықтар оны сәл бұзуы мүмкін. Кейбір тәуешкілер себепсіз уайымдап, маңызды істерге назар аударуға қиындық туғызады. Көптеген тәуешкілер үшін күтпеген және тамаша мүмкіндіктер ашылады. Жеткілікті күш салсаңыз, алға қойған мақсаттарға ғана емес, болашаққа тамаша негіз жасауға болады. Кеш достармен кездесуге, бұрыннан көрмеген туыстармен араласуға қолайлы. Романтикалық кездесулер де жақсы өтіп, жағымды эмоциялар сыйлайды. Су құйғыш жоспарланған істерге таңертеңнен кірісіңіз, бұл өнімді уақыт болады. Басқалар шешуге батылы бармаған маңызды мәселелерді сіз оңай шеше аласыз. Перспективалы байланыстар орнатуға қолайлы сәт. Көптеген су құйғыштар басқалар үшін ерекше тартымды болып, оңай тіл табысады. Бірақ күннің екінші жартысы қиындықтармен өтеді. Сәтсіз жағдайлар мен ұсақ-түйек қиындықтар сізді ренжітіп, жоспарларыңызды бұзуы мүмкін. Бұл уақытта маңызды жобаларды бастамаңыз және тағдырлы шешімдер қабылдамаңыз. Балықтар күн қарбалас және қиын болады, бірақ сіз барлық күтпеген жағдайларды жеңе аласыз. Таңертең жауапты істерге бірден кіріспеңіз. Істерге назар аудару қиын болады, ал айналаңыздағылар ұсақ-түйекке алаңдатып көңіліңізді бөледі. Асықпаңыз және барлық мәліметтерге назар аударыңыз, өйткені ұсақ қателік үлкен қиындықтарға әкелуі мүмкін. Көптеген балықтарға аға әріптестердің немесе тәжірибелі таныстардың кеңестері пайдалы болады. Күннің екінші жартысы батыл әрекеттер, жаңа жобалар және маңызды мәселелерді шешуге қолайлы. Сіз жіберіп алған уақытты қалпына келтіріп, өз мақсаттарыңызға қол жеткізесіз.